Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Алғашқы өзін-өзі тану сабағына қош келдіңдер. Балалар, сендерді биылғы жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында көздеген мұрат мақсаттарыңа жетіп, армандарың орындалсын. Келешектерің кемел, болашақтарың нұрлы болсын. Жаңа оқу жылы сендер үшін жаңа жетістіктер мен шығармашылық жұмыстарға толы жыл болсын. Сендерге тек қана сәттілік тілеймін. Балалар, олай болса, бүгін сіздермен ғасырлар даналығы тарауы бойынша алғашқы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгереміз деп аталады. Балалар, бүгінгі жаңа сабақ материалдарынан жалпы адамзаттық құндылықтардың маңыздылығын түсініп, үйлесімділікте өмір сүруге үйренесіңдер. Оқушылар, олай болса, кәнекей, барлығымыз жалпы адамзаттық құндылықтарды есімізге түсіріп көрейікші? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Олар ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық және қиянат жасамау. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ретінде өзін-өз тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы Назарбаеваның жалпы адамзаттық құндылықтар өзін-өзі танудың негізі деген дәйек сөзімен танысайық. Балалар, дәйек сөздің мағынасын қалай түсіндіңдер? Енді осы сөздерге назар аударып, өз ойымызды білдіріп көрейік. Балалар, бағдарлама авторының пікірінше, біздер айналамызбен шынайы қарым-қатынаста адал, қарапайым болсақ, қандай уақытта болмасын, жүрегіміздегі рухани байлығымызды сақтайтын болсақ, өзімізді танып, бойымызға жақсы қасиеттерді сіңіреміз. Ендеше, балалар, дәйек сөзді талдай келе, мынадай қорытынды шығаруымызға болады екен. Бойымыздағы рухани құндылықтарымызды үнемі дамытып, жетілдіріп отырғанда ғана біз үйлесімділікте өмір сүреді екенбіз. Ендеше, балалар, біз өткен сабақтарымызда Ыбырай Алтынсарин туралы, ол кісі қандай адам болған, қандай игілікті істер атқарғандығы туралы өтіп кеткен болатынбыз. Ендеше, сол ойларымызды жинақтап көрелік. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы, педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. Көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Білген үстіне біле түссем деген құмарлықпен өз халқыма неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген абзал арманға ұмтылысы жас Ыбырайдың өмірлік ұстанымына айналды. Өзінің мінез құлқы жағынан қарапайым әрі еңбексүйгіш еді. Өзге халықтардың қол жеткен табыстарын неғұрлым көбірек біле түссем деп армандады. Алған білімін өз халқының пайдасына асыруға талпынды. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың сыйы ретінде қазақтың ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсариннің Таза бұлақ әңгімесін тыңдауға шақырамын. Таза бұлақ. 3 жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары. Бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрғаны сонша әдемі таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып қорғаныш қылып, тастың су ағар жеріне жазу жазыпты. «Әй, жолаушы болсаң, осы бұлақтай бол», деп. Манағы 3 жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты: «Бұл жазылған ақыл сөз екен, бұлақ
күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол. Сен де, адам, тынбай қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып, тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің, дегеніме деп білемін, деді. Екінші жолаушы мүсәпір молда екен. Басын шайқап. Жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса керек. Бұл бұлақ. Кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады. Сусағанның сусынын қандырады. Оның үшін ешкімнен ақыдам етпейді. Бұлай болса, адамға да әбірет сол. Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе, дегені болса керек, деді. Үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен. Бұл үндемей тұрды. Жолдастары, сен не ойлайсың? Деп сұрады. Жігіт айтты. Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лай қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күн-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол рәуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын дегеніме деймін, деді. Енді балалар, Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ әңгімесін қалай түсіндік? Ол үшін келесі экрандағы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Үш жолаушы қандай бұлаққа кезікті? Бұлақ басындағы таста қандай жазу бар? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Ал екінші жолаушы қалай түсінді? Өзің мәтіндегі көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта дегенді қалай түсінесің? Балалар, осы сұрақтардың жауабын өздеріңнің ата-аналарыңмен бөлісіп көріңдер. Енді оқушылар, сендерге шығармашылық жұмыстар ұсынамыз. Бұл тапсырмаларды орындай отырып, бүгінгі сабақ бойынша меңгерген білімдеріңді шығармашылық ізденістер арқылы көрсете аласыңдар. Оқулықтағы бірінші тапсырма. Ақиқат сөзінің әрбір әрпінен басталатын адамгершілік қасиеттерді тауып жазыңдар. Оқулықтағы екінші тапсырма. Ыбырай Алтынсариннің әдеп мәтінін оқыңдар. Адамның әдепті істерін тізбелеп дәптерлеріңе жазыңдар. Оқулықтағы үшінші тапсырма. Мұзафар Әлімбаевтың әдептілік әліппесі өлеңін оқыңдар. Өлеңдегі жақсы қасиеттерді теріп жазыңдар. Олардың мағынасын түсіндіріп айтыңдар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыздың қорытындылау кезегі де келіп жетті. Бүгінгі сабақтан ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау, барлық адам баласын біріктіретін, бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге көмектесетін жалпы адамзаттық құндылықтар екенін түсіндік. Өз бойындағы асыл қасиеттерді ашуға ұмтылу адамды жақсарта түседі. Жақсы қасиеттеріңді тек жақсы іс-әрекеттер арқылы дамыта аласыңдар. Өздеріңді үнемі ізгілікке, жақсылыққа жетелей біліңдер. Әрдайым жақсы нәрсені ойлап, жақсы сөз сөйлеп, жақсы істер жасаңдар. Ойы, сөзі, ісі бірлікте болған адам, ол нағыз адам. Қымбатты оқушылар, осымен бүгінгі өзін-өзі тану сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.